Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біздің басты кейіпкеріміз мозазавр. Өзінің алып денесімен, азулы тістерімен бор дәуірінің теңіз кеңістігінде үстемдік еткен кесірткемен жақынырақ танысатын боламыз. Мозазавр теңіз бауырымен жорғалаушылардың жойылып кеткен тұқымдасы. Алып кесіртке 7 метрден 17 метрге дейін жеткен. Ол жерде шамамен 65 миллион жыл бұрын қазіргі Еуропа мен Солтүстік Американың аумағында, тіпті планетаның барлық бөлігінде мекен еткен. Мозазавр атауы мюза кесірткесі дегенді білдіреді, өйткені алғашқы қалдығы Бельгия, Франция және Нидерланды арқылы ағып жатқан Мюза өзенінің маңында табылған. Қазіргі жыландар мен келес кесірткесінің өте жақын туысы. Мозазавр планетадағы ең үлкен кесіртке болды. Хайуанның ең үлкен түрі. Жануардың бас сүйегін алғаш ашқан Иоганн Хоффманның атымен аталған. Оның екі жұп ескек аяқтары болды. Алдыңғылары артқыларынан үлкенірек. Ұзын құйрығы дене ұзындығының 50%-ын құраған. Денесі бір қалыпта тұрып, ол икемді құйрықтары арқылы қозғалды. Қысқа қашықтықта құйрықтары мозазаврға сағатына 50 км жылдамдыққа жетуге мүмкіндік берді. Көздері үлкен болғанымен бинокулярлық көру және иіс сезу мүшелері нашар дамыған. Жақтары ұзын массивті, конустық тістермен қаруланған. Құрылымы бойынша олар қазіргі жыландардың аузына ұқсады. Жақсы қозғалатын төменгі жаққа ие болды. Үлкен түрлерінде жақтары кең әрі үлкен тістері болды. Олар олжамен жақсы күресіп, оны жыртып сүйектерді сындырды. Мозазаврдың үш түрлі жақ бұлшықеттері қамтамасыз ететін өте күшті тістеуге иесі болды. Бұл кесіртке біздің планетамыздағы ең ірі су жыртқыштарының бірі және қоректік тізбектің жоғарғы бөлігін алды. Оның алып дене бітімі аңшылыққа шоғырланып, басқа жыртқыштардан қорықпауға мүмкіндік берді. Қауіп төндіретін жалғыз хайуан ол өзінен үлкенірек мозазаврлар. Ғалымдардың пайымдауынша ол Хоффманның мозазавры. Басқа мозазаврлармен де қоректенген. Мозазаврдың бас сүйегінің алғашқы ресми ашылуы 1764 жылы болды, және оны Голландияның Маастрихт қаласының маңындағы Петер тауында Әктас карьерінде жұмысшылар тапты. Дегенмен, бұл олжаға аз назар аударылды. 1770 және 74 жылдар аралығындағы мозазавр бас сүйегінің екінші ашылуы көпшіліктің назарын аударды. Бор дәуірінің соңында жердің көп бөлігі сумен қапталды. Нәтижесінде сол кездегі теңіз қалдықтарын қазіргі құрғақ жерде жиі табуға болады. Дәл солай мозазавр қазбалары құрғақ жерлерде табылды. Мозазавр сүйектері жер шарының кез келген бұрышында табылған. Бұл жыртқыштардың ешқайсысы планетада мозазавр сияқты үстемдік етпеген. Бұл таңғажайып жаратылыстар жер тарихында із қалдырып, әлемнің қалай өзгеретінін және дамып жатқанын еске салар. Біз бір кездері планетамызды шарлаған жұмбақ жаратылыстармен танысып, оларды зерттеуді жалғастырамыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнама жазылуды ұмытпайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.